Алтыда 9-ға шығып кеткенбіз. 10-ды бітірген жерде бар. Арамызда жиналып келіп жатыр қазір менен жасқа. Менің есімім Иманбай Балтаев бар. Бүгін осылай шағын оқушылар келіп қалып жатыр. Баяғы жас шақты еске алып, сағынып, осы мектебімізді сағынып келіп қалып жатыр. Осындай дәрежеге жеткеніміз сіздердің арқаларыңызда. Баяғыда мектептен кеткіміз келіп, сөйтіп еститін едік, қазір сағынамыз. Сол шын екен, баяғыда апайлар айтатын еді сөйтіп. Мына жастардың құлағына алтын сырға деп айтып жатқаным ғой. Мектептен құтылмаңдар олай. Мектепте қазір сағынып келеді екенсіздер. Баяғыда бізде жас болғанда сөйтетін едік, тезірек қашан бітіреміз деп. Бірақ оралып келесіңдер дейді, мектепке жететін ешбір нәрсе жоқ екен. Соған көзіміз жетіп жатыр. Апайымды танымай қалып отыр. Құрметті ұстаздар, құрметті біздің сүйікті мұғаліміміз Құралай апай, және де ата-аналар бар сияқты мына жерде, оқушылар бар, бәріңізге бір сәлем. Енді белгілі себеп мына апайымыздың, сүйікті апайымыздың мерейтойы. Менің есімім Өтегулова Балғаным. Сіздерді танып отырмыз, бәріңіз өзгермегенсіздер. Мына 2006 жылы кеттік қой біз 9 бітіріп, 17 жылдан кейін келіп тұр, толқып тұр. Бір-бірімізді көріп мәзбіз, мына мектептің қабырғаларын көріп мәзбіз, сіздерді көріп қуанып тұрмыз. Енді мына апайымызға тілейтініміз ең жақсысын тілейміз. Денсаулық, отбасыңызда береке болсын, осылай тек алғаныңыз шәкірттеріңізден алғыс болсын деймін. Және де сізге арналған өлең шумақтары бар, тілегіміз бар, соны рұқсат етіңіздер. Құрметті Құралай Иванқызы, көп жылдар бойы ақырын жүріп анық басқан ұстаз болуыңызбен бірге бізді сабырлы мінезбен, салиқалы салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз. Әрқайсымыздың өмірде өз орнымызды табуымыз үшін берген ақыл кеңестеріңізге, бізді ел қатарына қосқаныңызға мыңда бір рахмет айтып, шәкірттік ықыласымызды білдіргіміз келеді. Үлкен биікке қол жеткізуімізге, кісілікке, адамгершілікке тәрбиелегеніңіз үшін біз сізге әрқашан қарыздармыз. Шәкірттеріңіздің білімді, парасатты болып шығуын мақсат еттіңіз. Ол арманыңыз өзіңіздің ерен еңбегіңіздің арқасында орындалды. Біз соған шын жүректен қуанамыз. Сізге әлі де жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңізге табыс, шығармашылық жетістіктер, салауатты денсаулық және білім мен ғылымды игеруде ілгері ізденісте болуыңызды тілейміз. Балалықтан қарсы алынған жылы жүзбен мейірімді көргенбіз көзіңізден. Шәкірттерің тек алға жетелеген ұстазым жүрсек дейміз ізіңізбен. Шәкірттерін алақанда аялаған, қолынан бар келгенін аямаған. Шырылдап біздер үшін уайымдайтын ұстазымыз жанға әркез сая болған. Жетелеп тез қияға өсірдіңіз, бойдағы бар қатені кешірдіңіз. Адамдық қасиеттен арылма деп жүрекке тек жылулық сездірдіңіз. Жүгіріп ойнайтынбыз қасыңызда, есейіп тұрмыз бүгін алдыңызда. Білім беріп тәрбиелеген ұстаздың есімін сақтаймыз мәңгі жадымызда. Сонымен қатарына 2006 жылға тілектер деп жатыр ғой, сол естелік болсын, мерейтойдан естелік болсын деп ұстазымызға бір сыйлық алдық. Соны табыстайық, және де соны тағып жүрсін, бізді еске алып жүрсін деген мақсатпен алтын алқа алдық. Аслай, Алмаш апай сізде ағам оқып, Бесенқұл Аслан. Енді апайымыздың жасы құтты болсын, тек 100-ден ассын. Айтылған жақсы тілектердің бәріне қосыламыз, тек жақсы тілектер жүрегімізде. Әмин. Саламатсыздар ма? Менің есімім Тотаев Нариман. Осы жерде 11-ге дейін бітірген деген сияқтымын. Сосын Айбек бар, ол келе алмай алды. Қуаныштымыз осында келгенімізге. Апайды көріп жатырмыз, бұның өзгермепті, мектеп кішкентай болып қалған ба деп таңғалып жатырмын. Мынау сахна үлкен сияқты еді.
Енді біз кіші болдық па. Сол қуаныштымын. Осындай жақсы мерекелерде кездесе берейік тойыңызбен. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар. Мен есімім Исқұлбек Медет бар. Апай, жасыңыз құтты болсын, берекелі болсын. Осы әрдайым қуанышта жүре беріңіз. Жұмырғойдың сағадан менде апай келген жасыңыз құтты болсын, берекелі болсын, несібелі болсын. Сәлеметсіздер ма? Қала апай, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Барлық айтқан тілекке қосыламын. Талас оймаған бөлмейді. Ал енді құрметті шәкірттер, мезгілдеріңізді бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Әрине, біз сіздерге еш уақытта ұмытпаймыз. Өмір бойы бәрі де болады. Айтып жатсыздар ғой былай, тентек болдым деп. Ол мектеп бітіргеннен кейін біз ұстаз боламыз, бәрін ұмытып кетеміз. Біз сіздерді әр уақытта жақсы көреміз. Біздер үшін сіздер өмір бойы шәкіртсіздер. Біз сіздер үшін өмір бойы ұстазбыз. Бывший ұстаз деген жоқ, айтып барыңыздар. Ал сіздер 10-11 бітірткен жоқпын. Үнемі 9 бітіртіп жібереді екенмін. Соның ішінде кілең ер бала болады екен, 5-6 болады да, қай классымда да, сосын кілең Б класс болады екен. Б бол, енді ішім толып сайрап тұр, қай-қайсыңды айтамын. Бәрінің бір-бір төрде орындарыңыз бар. Келгенде бәріңізді қуанып, енді жүрегім жарылардай болып тұр. Кіммен? Балтабек пен Бекболат танымай қалдым, қалғандарыңыздың бәрін таныдым. Бірнеше жыл өтсе де, сол күндеріңізде үлкен азамат болып, үлкен жолдарыңызды таңдап, мектептеріңізге оралып тұрсыздар. Сіздерге мың рахмет, апайларыңызды ұмытпай, құттықтаймыз деп келіп жатқаныңыз. Бәріңіз қайдан естіп қалдыңыздар? Бәріңіз шоқ көріп жатсыздар. Енді рахмет, балған старшын болып класста. Сол енді бүкіл класста бәрі келіп тұрған сол старшылық шығар, енді бәрін үйлестіріп алып келіп тұрған балғанды кәдімге. Рахмет сізге. Мектепте күнде келіп жүріп, мектеп баласы оқиды солай ма? Бастауышта. Келіп отыр, Нариман келіп отыр, бәріңіз. Мынау Сағадат деген елде Жұмырғожин деген атпен неде қалды, Жұмырғожин деп жаттап қалдық фамилиясын. Бірақ сыныпта бүкіл сынып сағатында қалай ойна деймін, жыла десем жылай. Ол кезде жаңағы спид деген не болды ғой, бізде спид туралы не қойып, тәрбие сағат қойып. Ол кезде білмеймін, қатты жұмыс жасайтын сияқты қазір. Себебі балдарға көрініс қой, жылап көрсет деген соның бәрін көрсететін кәдімгі жылаған нелер бар еді, мен фотоларды таба алмадым. Актер шеберлігі болды. Қай-қайсыңызды айтамын, бәріңізде де солай. Бағанағы тентек не деп айтып жатсыздар ғой? Тентектік емес ол. Ақылды тентектер. Ақылды тентектер. Неде барлық Сағадаттың неде қызықтар болды. Құрмет отырады алдыңғы неде партада. Бәріңізге рахмет. Мына күні кеше бітіріп кетіп жатқан ұлдар қыздарымда Санжар, Дина, кімдер Назгүл, кім Аружан, бәрі келіп жатыр. Мың рахмет сіздерге. Дендеріңіз сау болсын, қашанда жастарыңыз ақ болсын. Мың рахмет. Енді Құралай апай жүрегі жарылуға жетіп қалыптыр. Шын дегенде несі? Он жеті жыл жинаған абырой бар. Бұл жерде кабинет жоқ сияқты еді да? Біздер компьютерный класста отырдық әйтеуір. Компьютерный класста. Компьютерный класс емес па да? Мынау сияқты ғой. Люстрадан танып тұрмын дейді, люстрадан. Ақыл ойды тәртіп келтіретін математика. Учательдерден танып тұрмын осында. Сағат әлі тұр сол күйдісің да. Осында оқыдық. Мына жерге бір түсе қояйық.
жерге. Давайте бәріміз. Мүмкін болмайды ғой. Бәрі болса. Мына кабинетке соғып кету керек. Қара 20 оқушы баратын болса 5 мың теңгеден ойлап. 10 адам барса 100 теңге. Соны айтамын, отырмайса 5 мың теңге. Онынан берсеңдер, мен шаққа келіп 5 мың жинаймын. Маған әрең жиналып тұр, жиналмаймын. Ай сайын жасаймын.